Жолдастар, біз бүгін әнші қыз, әртіс қыз еңлікпен көзқарас подкастта оның жұмыстары жайлы, оның өнерге деген жолы, өмірге деген көзқарасы, ата-анасымен қарым-қатынасы, жан-жарымен қарым-қатынасы туралы сөйлесетін боламыз. Бізге еңлік өте қызық, сіздерге де қызық болатынына сенімдімін. Көктем мерекелері жақындап қалды. Өздеріңіздің достарыңызды, жақындарыңызды, сүйіктілеріңізді қуантқыңыз келсе, вафл тәттілерін сыйлауды ұсынамын. Компания ұсынған тәттілер эстетикалық тұрғыда әдемі, дәмі тіл үйреді, яғни дастарханның сәні болады. Немесе вафл тәттілерін өзіңізбен бірге пикникке алып жүре аласыз. Тағы да бір бас тартылмайтын ұсыныс. Тек қана 20 наурызға дейін Роза промокоды арқылы кез келген вафл тәттісін 10% жеңілдікпен ала аласыздар. Мерекелер құтты болсын. Әртүрлі көзқарас, адамға болмақас, бостандық үшін сен сана. Тегерек теңдік, еркіндік, тегерек теңдік. Сәлем, менің атым Роза Ашырбаева, мен коуч, кәсіпкер және блогермін, ал бұл менің жаңа жобам көзқарас подкаст, әртүрлі көзқарастардың тоғысқан жері, бір-бірімізді тыңдайтын жер және бір-бірімізге өз ойымызды, көзқарасымызды айта алатын алаң. Мен үшін бұл жоба өте қымбат жоба, ақша тұрғысынан емес. Бұл жобаға мен ұзақ дайындалдым. Көзқарас подкастта менде жүргізушім бар, соведущая. Өзі қорқып, уайымдап, камераға алғаш шығып жатыр, бірақ та көптеген жұлдыздардың, көптеген блогерлардың, көптеген кәсіпкерлердің маркетингін жүргізіп, олардың продюсері болып, оларды пушить ететін серый кардинал 10 жылдан астам осындай продюсерлік жұмыстармен айналысады, бірақ бірінші рет камераға шығып жатыр. Өте қатты қобалжып. Әсел Налбекова, маркетолог по образованию. Бірден айта кетейін, мен негізі Қарағандыданмын, сондықтан алдын ала кешірім сұраймын қазақшам үшін. Садик орысша болды, мектеп қазақша болды 9 жыл, одан кейін 8 жыл мен орысша оқыдым, сондықтан кішкене араласып кетеді арасында. Сондықтан заранее кешірім сұраймын. Заранее кешірім. Және де осы жобамның, осы подкасттың ең алғашқы қонағы ретінде ерекше қонақты шақырдым. Мен үшін өте қымбат қонақ. Бұл подкастқа, осы жобаға бірден бір үлесі бар адам, біздің қазақстандық жарық жұлдыз, мен үшін жұлдыз, әртіс, керемет автор және әнші еңлік. Рахмет көп-көп. Сәлем. Рахмет келгеніңе. Көп-көп рахмет. Осындай күшті әйелдердің арасында отырғаныма қуаныштымын. Рахмет. Келгеніңе рахмет. Қалай, көңіл күйің қалай? Күшті. Қызық әңгіме болады деп ойлаймын. Біз де солай үміттенеміз. Көзқарас подкаст басталардың алдында сіздер қазір монтажда көрдіңіздер. Мықты бізде джингл бар. Осы джинглдың авторы, орындаушысы еңлік өзің. Саған қалай, оңай болды ма? Оңай дегенде, оңай болды, себебі маған сіз ұнайсыз, сіздің істеп жатқаныңыз ұнайды, сіздің қазақ қыздарының көзін ашып, кішкене де болсын қазақ қыздарына деген сондай бір үміт сыйлайтындай жұмыс істеп жүргеніңізге мен ризамын өзім. Сондықтан сізден сондай ұсыныс түскен кезде мен қуандым, шынымды айтсам. Рахмет. Нұржанға рахмет. Нұржанға рахмет. Сенмен бірге осындай жақсы джингл, керемет джингл бізге. Біз алдында командамен ойластырып осы подкастты, оның осындай неймингін табатын кезде, оған джингл керек деген кезде бірден бүкіл командаға ойымызға келген сен. Не үшін қымбат деп жатырмын? Сен қонақ ретінде, адам ретінде не үшін қымбат деп жатырмын? Өйткені мен ойлаймын, екеуміздің көзқарасымыз өте қатты бір-бірімізге келеді. Өйткені сен әрбір тексттарында, өлеңдерінде бір еркіндік бар, батылдық бар. Сен ана вызов тастайсың ғой әндеріңде, тексттарында. Кейбір тексттарында түсінесің, қолдау жасайсың. Сондықтан да бір өзім бір сіңілімдей көрем. Маған қатты ұнайды. Және біз тапсырыс бергеннен кейін жалпы джингл тез уақытта келді. Бір аптаның ішінде. Тез ақ келді. И бірінші тыңдаған кезде, шын айтайын, мен жыладым. Мен жыладым. Қыздарға аудиомен жіберіп, мен расында ол жыладым. Өйткені
осыншама ойды, идеяны дәл тигізеді деп ойлаған жоқпын. Почувствовала Да, вайб. прям сразу почувствовала вайб. Бүгін подкастта сол қысқаша отрывок айтып бере аласың ба? Джинглдың ба? Иә. Жарайды. Негізі осы туралы айтқым келеді тағы да. Мен Нұржанға бардым, сол сіздің запросыңызбен сөйтіп сіз туралы таныстырдым. Ол негізі көп көрмейді екен сізді. Себебі музыка жазған кезде де ол да қатысы бар ғой. Сондықтан сіздің рилстарыңызды көрсеттім, немен айналысатыныңызды, қандай ой. Сөйтіп екеуміз звук іздей бастадық. Сосын Нұржан да айтты, өте сондай еркін, тәуелсіз әйел. Сондықтан ол екеуміз де енді сол идеяны ары қарай ойладық. Сіз мысалы кіріп келе жатқан кезде сол звук тұру керек артында деген сияқты. Өзін қатты сенімді, еркін сезінген әйелдің артында қандай саундтрек тұрады деген сияқты. Солай жаздық соны. Рахмет. Енді джингл туралы айтатын болсам, айтып берейін сіздерге. Әр түрлі көзқарас адамға болмақас, достандық үшін сен санас. Еркіндікке керек теңдік, еркіндікке керек теңдік, еркіндікке керек теңдік, еркіндік. Мне все равно мурашки по коже. Қалай тыңдасам да, қанша рет тыңдасам да, өйткені мысалы бостандық үшін күрес емес, санас деген маған өте қатты жүрегіме жақын. Өйткені я против войны, я за мир дегенде маған санасу, менің ойымша, ол қоғамда көп нәрсені шешер еді, егер біз бір-бірімізбен санаса алсақ. Сондықтан да маған бірден ұнады. Рахмет. Осы біздің джинглдың авторы болғандықтан бүгінгі менің осы жаңа жобамның осы битін ашып, бет ашар жасап, алғашқы қонағы болып келіп жатсың. Қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деп ба? Осы сенің осындай жеңіл осындай көзқарасыңмен, осындай еркін көзқарасыңмен біздің жобамыз ұзақ өмір сүрсін, көп пайда алып келсін деген ниетпен бүгінгі подкастты официально бастайық, иә? Иә, бастайық. Мен ойымша сен қазіргі қыздардың символысың, жас қыздардың. Сондықтан біз өте қуаныштымыз сен жазып берген үшін джинглды. Осы кезде тағы да айта кетейін, Нұржан туралы біздің де режиссер-продюсеріміз бар. Тамирис, оның дауысын естейсіздер. Ол кісі кішкене орысша айтып отырады. Тамирис ровно точно тз берді Нұржанға. Нұржан тоже оны бірден қабылдады да, біз осы 2-3 күн ішінде алдық джинглды. Сондықтан даже ешқандай правка жасамадық, барлығы бізге ұнады, қатты. Біз қуандық барлығымыз. Сондықтан саған үлкен рахмет. Сіздерге рахмет сенімдеріңіз үшін. Еңілік бізде бұл подкасттың несі бойынша, форматы бойынша біз 2 жүргізушіміз ғой. Бірақ біздің 3-ші бастығымыз бар, екеуміздің бастығымыз бар. Тамирис, сіздер Тамиристі кадрда көрмесеңіздер де дауысын естіп отырасыздар. Жаңағыны бізді былай оңға, солға, былай жүресіңдер деп тоқтатып, арасында солай комментарий беріп отырады. Жаңа айтып отыр ғой Әсел, сен қазақ қыздарының, менің ойымда, да, мысалы сен айтып жатсың ғой, сіз әйелдер, мен мысалы жасым үлкен, бір әпке ретінде сондай да. Сені бір жағынан осылай не үшін қымбат деп жатырмын, өйткені сен қазіргі қазақ қыздарының, сенің жасыңдағы қыздардың бір үлгісі сияқты. Неге деп айтсын? Өйткені сен таңдаған профессия бір обычный профессия, мамандық емес та, бірақ сен мамандық бойынша мұғалімсің. Иә. Бірақ соған қарамай жаңағы шығармашылықпен айналысасың, керемет тректер жазасың, маған өте ұнайды. Және сенің жанрың да ерекше, біздің эстрадалық емес, кәдімгі поп музыка емес, R&B, рэп айтасың. Бір ерекше қызығушылығың бар, ерекше қызығушылығың арқылы танымал болдың, сен содан қорыққан жоқсың. Ал бізде көп қыздар қорқады. Бір басқаша мамандық таңдауға, бір қой осы мұғалім болып жүре берейін, бухгалтер бола салайын деген сияқты да. Саған осындай еркіндікті, осындай батылдықты қайдан келді саған? Өзің ойладың ба әлде случайно болып қалды ма, қалай болды?
негізі еркіндік үшін әкеме алғыс айтқым келеді. Әкем мені ешқашан кішкентай кезімнен бастап мынаны киме, мынаны бүйтпе деп айтпаған екен. Сондықтан да сен үйдің үлкенісің, иә, менен кейін екі інім бар. Жалғыз қыз болғаннан кейін ба ондай қатты маған тәрбиесінде қысым көрсетпепті. Керісінше мамам дұрыстап отыр, ұят болады, сондай. Әкемнің атының өзі еркін. Яғни өзі өте еркін адам. Ол біреу ренжіп қалады-ау, анау бүйтіп айтады-ау деген сияқты ондай оймен ешқашан өмір сүрмеген, еркін. Сондықтан да бір жағынан негізі мен үнемі бұндай еркін болған жоқпын. Мен өте қорқақ адам болдым. Қорқақ қыз болдым. Басында мен де қорықтым. Менің әнім кімге керек, оны тыңдай ма адамдар деген сияқты. Бірақ бір күні қатты сол негізі мұғалім болған маған ол кезде ұнамайтын. Себебі мен ойлайтын менің арманым орындалмады, сонда өстіп өмір сүріп ары қарай ол кезде ата-анам да күйеуге қашан шығасың дегенді бастады. Ол нешеде едің? Ол кезде 23 жасымда. Мұғалімді өзің таңдадың ба? Жоқ, әке-шешем. Қызым мұғалім болсаң өлмейсің деп сондай әңгімелер болды. Сөйтіп мектепте істеп жүрген кезде күнде келіп үйге көңіл күйім түсетін. Мен түсінбейтін, кәдімгідей депрессия болды сол кезде. Ата-анам, қасымдағы құрбыларым көп қолдау көрсетті, көмектесті. Себебі универде оқып жүрген кезде қатты ән шығарып, сол нәрсемен айналысқым келді, бірақ менде болмады ол. Себебі сол еркіндік жетіспеді, ойымның дұрыс еместігі. Сөйтіп бір күні өзіме айттым, жоқ, бұлай қорқа берсем, мен өмірімді толыққанды сүре алмаймын. Мен не істей алатынымды біле алмай, сөйтіп қалай бар сондай өмір сүріп кетеді деп ойладым. Сөйтіп не де болса шығарам дедім. Адамдарға ұнай ма, ұнамай ма, тыңдалмай қала ма, 2 адам, 3 адам тыңдаса да шығарам. Себебі ол менде өмірімнің архивында қалу керек. Кейін бала шағама мен осылай ән шығарғам, негізі шықпай қалды, бірақ осындай болған деген сияқты көрсету үшін. Сөйтіп шығардым, Нұржанды кездестірдім. Мен ойлаймын, Құдай өте сондай күшті мүмкіндік берді маған Нұржанды кездестіріп. Себебі екеуміз бірден тіл табыстық музыка жайында, яғни ол да істегісі келіп жүрген нәрселерін айтты. Сөйтіп екеуміз сол музыканы жасаймыз деп шештік. Бипл шықты, сосын шынымды айтайын, бір бум болды біз үшін. Біз олай болады деп ойламадық. Ең қызығы ол кезде халыққа көп таралмады ол ән, бірақ именно музыкада жүрген адамдар бізге кәдімгідей о деп сондай комментарийлер айта бастады. Коконы білемін де, ал Бипл мен сол бірінші шықты екен деп, Шизамен не бірінші шықты деп ойладым мен. Негізі Бипл шықты. Сөйтіп содан кейін сондай бум пайда болды, біз күтпедік. Бірақ мен өмір бақи кішкентай кезімнен бастап мен армандайтын осы өмірді, қазір сүріп жатқан өмірімді. Басқа нәрсе істеп жүрсем де, ішімнен адамның өзінің арманы болады ғой, бір жолда кетіп бара жатқанда терезеге қарап ойлайтын. Мен өмір бақи армандадым. Романтизация. Өмір бақи армандадым осындай өмірді. Бір ән айтып жүру, сахнаға шығу, шығармашылықпен айналысу. Сонда еркіндігіңді ашуға көмектескен Нұржан болды ма? Сол уақытта немесе ол стержень все-таки болды сенде? Менде болды деп ойлаймын. Негізі әке-шешем деп ойлаймын. Себебі олар не істесең де біз сені қолдаймыз, көр деді. Не істеп жүрсің деді, бірақ қандай сондай қолдау болды олардан. Сен оған дейін текстер жазып жүрдің иә, сондай? Жазып жүрдім, иә. Музицировать етіп өзің, бірақ саған жаңағы Нұржан келді, бит жаза бастады саған. Как бы коллаборация болды. Оған дейін бірақ ойыңда жүрді ғой бәрібір. Иә, жүрді. Музыкальное образование ондай жоқ. Бір жыл бірақ вокалға қатысқанмын. Одан кейін шықпады менен. Ондай әдемі тексті шықпады. Мен ойлаймын, текст неге сондай терең әдемі шықты, себебі мен оны басымнан өткердім. Егер басымнан өтпесе, мен оны бар жан тәніммен сезбесем, ондай әдемі текст шығады деп ойламаймын.
жаңа сен айттың ғой, сенімсіз болдым, менің әнім кімге керек деген сияқты. Оның себебі бір ерекше жанр таңдауыңда ма, әлде? Жоқ, ондай болмады. Жанрда мен үнемі өзіме сенімді болдым, R&B айтатыныма. Себебі кішкентай кезден тыңдап жүрдім. Көбірек ол ішімдегі өзімнің бір қорқыныш, сенімсіздіктерім болды. Осы бірінші Beeple жаздыңдар ғой, бірақ музыкалық әлемдегі адамдар вау деді. Ал Шизамен қалай таныстыңдар? Бірінші сол елдің бәрінің құлағына жеткен трек қалай басталды? Beeple шыққаннан кейін Шиза соны тыңдап, көргеннен кейін жазды. Өзінде осындай Coca-Cola-мен коллаборация болайын деп жатыр, соған бір трек жазу керек, менімен жазасың ба бірге деді. Сөйтіп біз, ол Шымкентте болды, біз осы Алматыда онлайн жаздық. Олмен де сразу ондай коннект пайда болды. Енді сендердің жанрларың бір ғой. Сосын маған негізі ол екінші клипін шығарған болатын, ол кезде тербелді, қатты ұнаған. Бірақ мен ойыма даже сол ой келмепті, осы Шизамен фит жасам ғой деген. Ол екеуің стильдерің, бағыттарың бір болғанымен әртүрлі өздерінің бір колориттерің бар ғой. Сенде маған ұнайтыны жаңағы R&B мен рэпті қосқан кезде, бірақ қазақилық, қазақ қызының үні бар да, жаңағында қазақша сөздер, тексттердің тереңдігі бар да. Осыларды жалпы текст жазуға көбіне не шабыттандырады? Көбіне оқыған кітаптарым. Негізі тексттің әдемі болып шығып жүргені мамамның еңбегі деп ойлаймын. Себебі кішкентай кезімнен мамам бізге халық әндерін көп тыңдататын, қазақша кітаптарды көп оқытқызатын. Сондықтан сол өте көп пайдасын берді деп ойлаймын. Жаңа айтатым ғой, сен өзің жасындағы қыздарға үлкен мотивациясын деп ойлаймын. Өйткені жаңа ата-ана обычно мұғалім бол, бухгалтер бол, тағы бірдеңе оқы, сосын болады, сосын күй кетесің дейді. Иә? Сен ата-анаңды ренжіткен жоқсың, мұғалімдікті оқыдың. 3 жыл жұмыс істедің. Иә, мұғалім болып 3 жыл жұмыс істедің. Одан кейін өзіңнің таңдаған салаңа бардың. Басқа да осындай ойланып жүрген қыздарға не айтар едің? Қорықпаңдар дер едім. Себебі өмір ол өте нәзік нәрсе ғой. Сен ертең тірі болатыныңа кім кепіл деген сияқты. Сол нәрсе мені алдыға қарай жетеледі. Мен өзім қаламайтындай өмір сүргім келмейді деп айттым. Бір күні сондай осенило меня. Ондай бұл өмір, егер біз қорқсақ, біз бұл өмірді толық краскасымен, толық сезімдермен сүре алмаймыз, егер біз қорқып жүре беретін болсақ. Сондықтан қорықпау керек, істей беру керек. Ең күштісі, көп қателіктер жасаған адамда көп күш бар деп ойлаймын мен. Ол басқа адамдарға көрінбеуі мүмкін, мынау не істеп жүр деген сияқты. Бірақ егер ол адам түсінсе, ол қателік жасағанын, мына жерде қате дұрыс емес екенін, яғни өз-өзіне көп жақсы есеп бере алса, ол бәрібір түбінде ойлағанына жетеді деп ойлаймын. Күшті. Себебі мен сияқты қорқақ адамның осы жерде отырғаны соған дәлел деп ойлаймын. Менде мынандай сұрақ бар да. Негізі мына жерде отырғандардың бәрі үйінің үлкенінде. Сосын бізде бәрімізде андай синдром отличницы, сондай достигаторство дегенмен ауырамыз. Сосын жаңа сен айттың ғой, мен оқыдым, жұмыс істедім, ата-анам таңдап берген. Негізі бәріміз солай бітірдік қой, магистратураны да бітірдік, по плану все жүрдік та. Сол саған кедергі берді ма арасында, осындай қиналып өзің жасағың келіп кеткен кезде, бір творчестволық шабыт болған кезде ойлап, ой, әке-шешем не ойлайды, қалай болады, інілерім не ойлайды деген сияқты моменттар болды ма? Ондай болған жоқ, себебі әке-шешем айтып тұрмын ғой, ондай өміріме осылай істе деп айтса да, ондай тосқауыл қойып, онымен керек емес, айналысып, не қыласың деген сияқты ондай сөздер айтпайтын. Айтса да мен қатты көңіл аудармайтын. Себебі менің ең күшті критиктарым ол менің әке-шешем. Мысалы мен әкеме әнімді жазып жатқан әнімді көрсетсем, что-то беспонтовый. Мен кішкентай кезімнен сол нәрсеге қатты үйреніп алғам. Сондықтан олардың мынауың дұрыс емес деп айтқан сөзі маған қатты батпайды.
Ана маған ұнағаны жаңа еңлік сен айттың ғой, мен осы ән жазамын деп шешім қабылдаған кезде неважно ол жұлдыз боламын ба болмаймын ба көңілімдегі нәрсені жасауым керек деп та, бірақ сен жаңа күтпедің ғой нәтижені. Осы маңызды момент деп ойлаймын да. Сен бірдеңені жасағың келген нәрсені жасап, оның артындағы нәтижені күтпесең, ақша күтпеу, бірақ жүрегіңдегі қалаған нәрсені жасасаң, ол жеңіл жасалады да. Мен ойлаймын, соның арқасында сенің бүкіл творчестволық потенциалың ашылды деп та. Өйткені мен қазір барам, бүкіл жұлдыздар, бүкіл музыка әлем мені таниды, өзенде жаңағыдай осындай фит айтамын деген сияқты ондай ожидание болған жоқ та. Сондықтан да сен еркін өз творчествоңа берілдің деп ойлаймын. Вот это вот очень важно. Мысалы, жаңа айтып отырмық қой, жас қыздар не істеу керек біз. И ата-анасының да жаңағы подходы ұнады да. Біздің любой ата-анамыз, кез келген ата-ананың басында өз 5-6 мамандық бар ғой. Медик, юрист, банкте, тағы не педагог, фармацевт ол сен семьяң, бухгалтер деген сияқты сол 10 шақты ғана мамандық бар да, и балаларымыз осы мамандықты оқу керек деп ойлайды. Олар әрине рэп және R&B айтатын қыз деген деп ойламайды ғой енді. Бірақ та барынша ата-ана болып өзі жаңағыдай берем деген білімді беріп, бағыттап дұрыс тәрбие беруге, жақсы құндылықтарды енгізуге, бірақ соған қарамай еркіндік беріп, және қызым қалай шешім жасасаң да сені қолдаймыз дегені, мен кажется, үлкен қолдау. Мама папаңа рахмет, сәлем айтып бар. Өте жақсы өте жақсы бұл ата-ананың позициясы деп ойлаймын. Өте жақсы деп ойлаймын. Мен де өзім балаларыма солай жасап жатырмын ғой. Біз енді бірге таңдаймыз мамандықты. Ата-анаң болмаса біз шықпайтын ғой. Конечно. Сондықтан да үлкен рахмет ата-анаңа. Жаңа айтып кеттік қой, сен өзің мұғалімсің, мұғалім болып жасадың. Қазір жасамайсың мұғалім болып. Жоқ, шығып кеттің. Балалар білмей қалды сен жұлдыз екеніңді. Жоқ, кейбіреуі біледі. Мен бастауыш сыныптарға беретін. Содан кейін енді шығып кокадан кейін доп шыққан кезде кішкене біле бастады. Сөйтіп шығып кеткен кезде біздің апай ғой, біздің апай деп. Мен көргем саған гүл беріп, хат жазып жүрді бір интервьюларда. Оқушыларың түнгі студияда көрсетті. Мектепке барып сол оқушыларымнан видео жазып алыпты. Сол кезде сол күшті. Енді қара, творчествоға кеттің, әкешің таңдаған жұмысында жасадың. Біз енді жаңа айтып отырмық қой, қазақ қыздары мейлі даже мамандық осындай ерекше, елден ерекше мамандық таңдағанның өзінде жеке өмірім болмай қалады деп қорқады. Тұрмысқа шықпай қалам ба, особенно шығармашылық адамдар өздерін жаңағыдай жалғыз жүріп қалады, көп не қылмайды деген сияқты. Түсінбейді көп адам. Сенің қазір? Мен тұрмыстамын. Тұрмыстасың. Құттықтаймыз. Мен соңғы сен подкасттарыңды қараған кезде, мен тұрмысқа шыққым келеді менің деп, бірақ әзір емес дедің ғой сен. Былтыр ғана солай айттың. Замандаста, сосын білмеймін. Дей салдым деп. Негізі жолдасың екеуің көп кездестіңдер, 5-6 жыл? Жоқ. 2 жыл ғана. Біз үйленіп, енді үйленген кезде 2 жыл болды. Сен дезинформация. Тәме неге олай болды? Негізі жолдасымен Нұржан таныстырды. Мен негізі бүкіл бақытымды, карьерамды себепкер болды сол Нұржан. Таңатар деген менің жолдасым, ол өзі оператор. Негізі Бипылды бірінші клипімді сол жолдасым түсіріп берген. Содан кейін жүріп алдым. Өз индустрияңда, өзіңнің ненде түсінеді жан жүрегіңді. Менде сұрайды ғой, өзімнің жаңағы оқырмандарым, мен түнгі шайда отыратын оқырмандарым сұрайды. Мысалы, сіз дұрыс емес болудың бәрін айтасыз, дұрыс кейс көрсетіңізші дейді. Міне дұрыс кейс да, мысалы. Сосын жаңағы отбасы құру мәселесінде мен де айтамын ғой, жаңағыдай постарайтесь өз сфераңнан табуға. Бір-біріңді вообще түсінбейтін адамдарға қиын болады деп. Сондықтан да күшті. Мен тиктокта сен күйге тиген кезінде тиктокта көргем, былай билеп жүрген. Былай өтіп бара жаттың да, басың түсіріп бір өлеңге. Сосын одан кейін, когда уже жастар қалған кезде, еңлік өзінің атмосферасында билеп жатқан. Қалай өтті той негізі? Күшті өтті, өте душевно дейді ғой, солай өтті. Бәріне ұнады деп ойлаймын деп. Былтыр қай уақытта үйледі? Біраз болды ма үйленгенде? Күзде. Енді жарты жыл болғанда. Жарты жыл болды.
Қалай отбасылық өмір, келіндік өмір, рэпер келін қалай? Рэпер келін, негізі мен қатты келін болып үлгермедім. Біз 10 күн болдық. Мен жолдасым Шымкенттен. Сен сондай сөздер көп болды негізі. Бәрі андай қорқып маған солай айтты. Шымкентке ма, ойбай, музыканы қалама енді деп. Сосын білмеймін, менде ондай қатты қорқыныш болмады, себебі күйеуім жақсы. Енді біліп тұрып, біліп тұрып, сөйтіп Шымкентке бардым, келін болдым, кәдімгі орамал тағып, сәлем салып, таңертең дегенде ол жақта ешкім саған таңертең тұру керек негізі деген сияқты ешкім айтпайды. Спор деп өйтіп айтқан жоқ. Қалжыңдап атам айтатын, сен 5:30-да тұрып сыпырамыз, білесің ба деп. Сен күлгем. Ондай ештеңе болған жоқ. Негізі шүкір етем, жақсы семьяға түстім. Өте үлкен отбасы. Жолдасымның отбасы, жолдасым өзі 5-ші. Одан кейін інісі бар, сестренкасы бар. Сөйтіп біз негізі бөлек тұрамыз Алматыда. Бізді Ақжол деп кәдімгі батасын беріп, маған да ата-енем шығармашылығыма өте күшті қарайды. Андай телевизордан көрсететін болса, сразу группаға жіберіп, бір-бірлеріне сені көрсетіп жатыр, еңлік суретін жіберіп, қатты жақсы қарайды. Ондай қысым ештеңе көрген жоқпын. Әрине енді Алматыдан Шымкентке барып, сол жақтың дәстүрін біліп көрген басқаша болды. 10 күн келін болып, орамал тағып. Енді мен ойлаймын, сенің атаң мен енең жолдасың өзі осындай медиа салада болғандықтан түсіністікпен қарады деп ойлаймын. Егер ол мысалы үшін, білмеймін, юрист болатын болса, әй мына келін рэп айта ма, не істейді бізге деп сөйтіп отыратын болса да. Жаңағы сол алдыңғы түскен подкастында Тамирис бір комментарий береді. Орысша айтшы, мен қазақша айтамын. Да, вы говорили, что пока не собираетесь выходить замуж, хотите попутешествовать там за рубеж, да? Вот вы съездили за рубеж там, до замужества? Успели все успела. Европаға барып келін, Швейцарияны көріп келін арманымдағы. Содан кейін кеге шыға берейін деп ойладым. Өйткені сен тура сөйтіп айттың замандасты. Мен қазір шықпаймын тұрмысқа. Мен әлі шетелге шыққан жоқпын ғой деп айттың ғой сен. Содан кейін ғой сұрап жатқаным, Тамирис осындай комментарий қалдырып отыр. Негізі жаңағы сондай ата ене тап болғаны негізі өзіңнің де заслугаң деп ойлаймын. Сенде граница жоқ та ойыңда. Былай өлеңдерінде жаңа айтты ғой, Роза айтқанда еркіндік, батылдық барлығы бар. Сен уверен болып бардың да. Ата енем ондай адамдар емес, менде нормально болады барлығы деп. Содан шығар негізі. Олар да оны түсінеді ғой. Дұрыс таңдаған ғой. Дұрыс таңдайды. Жалпы жігітті дұрыс таңдаған. Сіз айтатын, қатты қарғасын ғой деймін мен. 5-6-10 жылдан кейін айтуға болады сияқты, дұрыс таңдаған деп. Біз әлі басындамыз ғой. Жоқ, басында жаңағыдай ең бастапқы бүкіл конфликт отбасы болған кезде басында басталады. Бірінші жыл басталады. Именно екі жақтың бір-бірімен түсінісуі. Егер сендер әртүрлі саладан болатын болсаңдар, онда қиын болатын еді. Сен жаңағыдай Алматыға барамын, өлең жазамын десең, жоқ, мен осы жерде Шымкентте қалатын болдым. Ағам бар, жұмыс берем деп отыр деген кезде не болады ау? Қиын болар еді. Қиын болады. Сондықтан да мен ойлаймын, жігітті дұрыс таңдау керек. Это вот важно. Енді чек-листпен, сіздің чек-листпен жүрген ғой. Шығармашылық ортада жігіттер көп білесің. Жігіт көп, жаңағыдай, мысалы саған жаңа бит жазатын Нұржан, көбіне осы музыка әлемінде аранжировка жасайтындар жігіттер, оператордар жігіттер. Жалпы жігіттердің ортасында жұмыс істеу, творчествомен айналысу қалай? Күшті. Күшті ме? Негізі жігіттермен жұмыс істеген оңайырақ. Да? Себебі мен негізі олардың қасында жүріп көп нәрсе үйрендім. Андай көп мелочтарға назар аудармауды, көп сөйлемеуді деген сияқты. Сондықтан күшті деп айта аламын. Ыңғайлы болды жасаған, иә. Өзің университетте сен жаңа 91 тобының 91 тобы сенің университетте оқыған ба, сонда қатар оқығансың ба? Сен бір интервьюда солай айттың. 91. Сол жақтағы, кім ба? Зак ба? Сен Закпен оқыдың ба? Жоқ, ол басқа бір универде оқыдық, бірақ ол басқа факультетте. Басқа факультетте, бірақ бір уақытта ма, әлде ол бітіріп кетті ма? Жоқ, бір уақытта емес, ол бітіріп кетті. Универде жүрген кезде. Бір интервьюңда айтып еңді, жаңағы 91-ға қарап,
мен де ойлағам, мен осылай жасағым келеді, мен де осындай болғым келеді деп. Мен 91-ның номер 1 фанаткасы шығармын. Әлі күнге дейін концерт болған кезде олар соңына қарай өнер көрсетеді ғой. Тамақ жеп отырсам гримеркада жүгіріп барамын. Барып көргім келеді, қалай выступать етеді, қалай өздерін ұстайды. Сондықтан маған қатты 91. Олар көп менің әнші болып қалыптасуыма көп стилімді табуға көп үлесін қосты деп айта аламын. Жаңа рэп жағынан, Рэп жағынан да, музыка жағынан. Өйткені R&B жағынан көбіне Бейонсе мен шабыттандырады деп айтқанымды білемін да. Бейонсені. Мысалы сен жаңа айтып отырық қой, осыған дейін мұғалім болып жүрген кезде текст жазып жүрдім, бір музицировать етіп жүрдім деп та. Бірақ одан бөлек жасаған жұмыстарың болды ма? Бір интервьюіңді біз көрдік, жаңағыдай ресепшнда жұмыс істедің деп. Ол мектепке бармай тұрып. Мектепке бармай тұрып. Мектепке бармай тұрып? Универді бітір. Мектепке жұмысқа. Жұмысқа. Универді бітіргеннен кейін мен негізі әкемнің әпкесінің үйінде тұрғам, қалада. Бұрындайға қайтқым келмеді. Мамам маған бірден Бұрындайға қайт, мектеп міне дайын тұр. Өзім оқыған мектебінде жұмыс істедім ғой мен. Сол жерге барып кіре саласың ғой деді. Сосын мен жоқ, мен қалада жұмыс істеймін, мен ары қарай өсуім керек деп сөйтіп ресепшнға кіріп алдым. Сөйтіп мені ол 4 отель. Қандай ресепшн? Отельде ма? Қай отельде? Айту керек па? Жоқ, айтпай қой. Сөйтіп ең андай болады ғой, бір отель емес, прям хостел сияқтысына жіберді мені. Сөйтіп ол жерде горничныйлар келеді да, жұмыс ұнамайды да, зарплатасы аз деп кетіп қалады. Сөйтіп 2 қыз істедік, горничныйдың орнына өзің тазалап кетесің номерларды. Сол жақта жүрген кезде көп адамдар келетін. Білмеймін, сол хостелға күшті адамдар келетін. Онша емес отель негізі. Бірақ бір күні аға мен бір әйелі келді, үлкен кісілер. Сол кісі маған айтты, сен не істеп отырсың мына жерде? Мектепке ме, басқа бір жақсы жұмысқа кірмейсің ба? Горничный болып жүресің ба деді. Негізі ресепшнда да горничный, олар көреді ме тазалап жүрген. Сөйтіп сосын кейде жаңағы асығып тазалағаннан дұрыс тазаламай қаласың. И бір әйелге ұрысқан маған. Өтте жаман сөздермен ұрысты. Сол кезде жылап, мен жарайды бір қайтамын ау деп ойладым. Үйге қайтамын деп. Мама, үйге қайтамын деп. Сөйтіп, содан кейін мектепке кірдім, бірақ өкінбеймін. Себебі бос уақытым көп болды да. Творчествоға өзіммен өзім жұмыс жасауға көп уақыт болды. Содан кейін үйде өте күшті өстім деп айта аламын. Негізі сол хиттардың барлығы үйде жазылды ма? Үйде, Бұрындайда. Карантинде? Карантинде мен үйде болдым, жұмыс істедім. Карантин біткеннен кейін сол People'ды жаздым. Мынандай, көбісі осы, мысалы, сен шыққан кезде бум болды ғой. Мысалы, біз барлық жерден естідік қой, еңілді, это был бум. Еңіл, қандай қыз деп ше? Күшті, бір-біріне көрсетіп. Да. Сонда бір бум болды да. Бізде көбісі, қазіргі кезде көп жастарда, осындай бірден осындай аты шығып, бір бум болған кезде, бір аспаннан аяғы өсіп салбырап түсе қалды деп ойлайды да. Жаңағындай тез ғана осындай бола салды, тез осындай нәтижеге жетті деген сияқты. Жалпы сен осы өлең жазу, немесе бір тексттарды құрастыру, осы қай жасыңнан бастап өзіңе бір тәжірибе жинап, соған қызығып, бір дәптеріңе тығып жазсаң да, осы сол жұлдыз болып бүйтіп ақтың шыққанға дейінгі опытың примерно қанша? Шамамен? Универ кезінен бастап негізі 2017-ден деп айта аламын. Қатты сол әнші болғым келіп, бірдеңе жазып, вокалға барып қатысып деген сияқты. Сол 2017-ден бастап. Неге именно әнші? Неге деймін да, сен жай ғана өзің ата-анаңның үлкен қызы, мұғалім болады деген. Армандайтын әнші болды. Мектепте негізі көп ән айтып, актовый залда өнер көрсетіп сөйтетін. Ең қызығы, мектепке сол жұмысқа барған кезде маған апайлардың бәрі айтатын, сен әнші боламын деп едің ғой. Сөйтіп айт. Мен сені әнші болады деп ойлайтынмын. Енді мұғалім боласың ба? Енді үйрен, мұғалім болу да оңай емес деп. Бәрі айтатын. Немесе кейбір мұғалімдер айтатын, не істеп жүрсің, жап-жас болып мектепке кіріп алған несі деген сияқты. Мен сол кезде түсінбейтін, қалай сонда
енді өмірдің өзі андай бойыңа әдет тигізетін шығар. Сен миыңа жетпейді ғой. Сөйтіп адамдар арқылы айтады саған сондай. Сен қай жерің дұрыс емес, немесе қай нәрсемен саған жұмыс істеу керек, соған өте көп мән беру керек екен. Адамның айтқанына. Еще сен ағылшын тілін мұғалімсің ғой. Ән беретін, музыкадан мұғалім болсаң другое дело, Еще ағылшыннан мұғалімсің. Это жалпы мұғалімдік 3 жыл істедім дедің ғой. Қалай істедің өзің ән шығарғың келеді, бірақ мұғалім болсын, балалармен жұмыс істеу, вообще как тебе осы тәжірибе қалай болды? Өте қызық болды негізі, бірақ бір жағынан қиын болды. Балалар сені тыңдай ма? Бірақ кішкентай ғой. Кішкентай балалар тыңдайды. Ең қызығы замена болады ғой. Мұғалімдер менің сабағыма шығып бер деген сияқты. Басында жас маман болғаннан кейін сені жібере береді. Жаңағы 11-ші сыныптарға қызықтың бәрі сол кезде болды ғой. Оны осылай қарайтын бәрі. Кішкентай қыз неғып келіп тұр деп. Практикантка нәзіксің ғой. Сөйтіп қиын болды, шынымды айтайын. Мен айғайлап үйрендім ғой мектепте жүріп. Да? Кейде айғайламайтын қыз сияқтысың ба? Кейде балалар тыңдамай кетсе, айғайлайтын, сосын үйге қайтып бара жатып, фу дейтін өзі. Бір истеричка деп ойлаған шығар. Сондай қызықтар болды. Негізі мен оқытқан мұғалімдерім қатты көмектесті. Мадина Мақсипаевна деп айта аламын. Сол кісі көмектесті. Сабағыма келіп қатысатын. Сенің мынауың дұрыс емес, мынаны дұрыста. Ең мен айтайын, документация бар ғой. Соған мен өте тупой болдым. Мен қатты ұрсатын мұғалімім. Ол жерде көп қой қағаз жұмысы. Қағаз өте көп. Жаза бересің ғой. Тексеріс келеді деп бәрі қорқып жүреді мұғалімдер. Отчетыңды тапсырдың ба, жасадың ба деп. Мен түсінбейтінмін ғой. Қандай қай қағаз деген сияқты. Вот именно содан мен өте документацияға кішкене көңіл бөле бастадым. Салақ болдым деп айтсам болады. Именно документацияға. Бірақ қазір енді ол как раз навыктар жұмысыңда көмектесетін шығар, контракт оқыған кезде, не оқыған. Жоқ, қазір ондай қатты көңіл аудармаймын. Нұржан екеуміз. Нұржанға айтамын. Сен оқысаңшы деп. Жақсы. Қызық мұғалім, 3 жыл мұғалім. 3 жыл деген үлкен сұрақ қой негізі. Қазір енді ол үлкен сұрақ. Бірақ адамдармен сөйлесіп үйрендім. Ата-аналармен жұмыс істейсің. Әсіресе менде орыс сыныптарының ата-аналары болды да. Өте сондай қаншер ата-аналар. WhatsApp-тан жазады, ұрсады маған неғып көп тапсырма бересің деген сияқты. Сол кісілермен ұрыспай, сыпайы түрде өзіңнің білімің бар екеніңді жеткізіп сөйлессең, саған ешкім тиіспейді екен. Соны түсіндім. Ал егер сен деп тұрсаң, олар баса береді. Иә. Сен орыс сыныптарына бердің ба сонда? Қазақ сыныптары да, орыс сыныптары да. Ағылшын тілі ғой 2 классқа да бере бердім болды ғой. Күшті, 3 жыл деген мұғалімдікке. Еще үлкен класстар, 2-ші класстар. Кішкентай балалар жанында отырмайтындар бола ма? Партадан тұрып кетіп, бола ма? Болады. Негізі ата-ананың баламен жұмыс істеп, оған көңіл бөлетін үйге тапсырма берген кезде білесің. Қай баланың ата-анасы бірге істеп, немесе андай болады ғой, бірдеңе істепкеңдер деген тапсырмалар. Сол кезде бала үй жұмысын көрсеткісі кеп, тезірек сабақ айтқысы кеп, солай болып тұрады. Ал кім жасамай келді, ол сәл ол ата-анасымен үйде сөйлеспейді деген сөз. Ата-анасы қарамайды деген сөз. Ал жасап келген адам бала мақтанып отырады. Мақтанып, шыққысы кеп, сөйлегісі кеп, солай отырады. Енді балалармен тест тіл тапсырып кеттің ғой, былай қарағанда. Өз балаларың туралы өзім әлі бала-шағам жоқ. Сен подкастта ше. Репродуктивный абьюз деп айтып алып. Әсер етеді бізде. Вообще, как бы, каждый сен жаңа айтып жатсың ғой, сол мектептегі балаларға қарап, жалпы бала тәрбиесіне қарай көзқарасын өзгертіп жатсың ғой. Сол туралы жалпы бала тәрбиесіне көзқарасың қалай? Өздеріңнің балаларың болатын болса, өзіңнің көзқарасың қандай? Сосын кішкентай балалардың арасында енді ұл балаларды алмай қояйық, негізі қыз балалар қандай қазір олар? Қалай оларды жаңағы воспитывать етеді, өте күшті қазір қыздар. Күшті ма? Өздерінің ойларын еркін айтады. Еркін, қазақ сыныбы болсын, орыс сыныбы болсын, қыздар өте еркін өсіп келе жатыр, ойларын ашық айта алады, сабақты да сондай ынтамен істейді. Сондықтан күшті
қазіргі қыз тәрбиесі күшті жүріп келе жатыр. Қазір мен ойлаймын шынымен де ата-аналар кішкене қыз тәрбиесіне бұрын енді тек қана ұл туылса ғана қуанып соған акцент қоятын еді ғой да. Қазір менің көзқарасымда қазір қыздарды да осындай жақсы бір құндылығы бар деп ойлаймын. Сондай сияқты маған. Қазір бізден кейінгі поколение жақсы шығар деп, өйткені мысалы мен де үйімде осындай, біз 3 қызбыз да, мама мен папам ұл туамыз дегенше қашан ұл болады деген сияқты да. Қазір осы кішкене қазіргі заманда осы нәрсені қайтып жатқан сияқты, яғни қыздың құндылығы жоғарылаған сияқты аналардың көзінде ше. Бұрын тек қана ұл десе, қазір қызға да жақсы тәрбие бергісі келеді. Жаңа Томирис қыз феминизм туралы бір сұрақ қоямын деп еді. Томирис не дейсің? Сен жаңа орысша бірдеңе айтып келдің ғой. Сен бір еңліктің бір цитатасын ұнатты дедің. Да. Оқышы соны. То, что у каждой девушки 40 душ. Да, и ты говорила, что бы ни случилось в жизни женщины, она переродится. Я тоже пытаюсь это нести в своей музыке. Вот, очень классная цитата, да, и я бы вот лично хотела вообще узнать твое отношение, в принципе, к феминизму, как это зародилось, почему вот розы, фразы, контент у тебя откликается. Себебі өзім сондай болғым келетін шығар, сондықтан да. Кішкентай кезімнен қанша еркін өссем де, мен де андай ынжық болып өстім да, мектепте де, универде де. Сөйтіп қатты мықты әйелдермен сөйлескім келетін, мықты әйелдерге қатты қызығатынмын. Сондықтан да әйелдің 40 жаны бар деген, ол сен 40 жан бар, шыдап жүре бер деген сөз емес. Кез келген нәрсені әйелі алып шығады деп ойлаймын. Ол менің анам да соған қатты үлес қосты деп ойлаймын. Сондай мықты әйел болуға. Себебі өмірде қаншама қиындық көрсе де, ол кісі жүрегінің нәзіктігін, жүрегінің ашықтығын сақтап қалды. Сондықтан да маған мықты әйелдер ұнайды. Мен сондай мықты әйел болғым келеді. Күшті. Тамаша. Ол жаңа айтып жатыр ғой, феминизм қыздардың құқығы деп. Мен басында байқамадым сен маған жазылғанды. Жаңағы бірақ ана енді күніне 10,000 адам жазылады. Байқамадым да. Кейін бір сен парақшаңа кіріп қараған кезде жазылған екенсің. Сол ойладым, мама, мен қыздар, сосын сөйтіп қарасам, сен замандас музыкант қыздар көбісі маған жазылған екен да. Осыдан мен түсіндім, яғни менің жаңағы қыздарға осы еркіндік тақырыбы өте маңызды екен, қыздарға осыны айту керек екен. Әр қыз баласы, особенно осы қазақ қоғамында қыз баласы өзінің арманына, творчествосына бір мүмкіндік, өзі бірінші очередь мүмкіндік беру керек деп ойлаймын да. Өйткені сен іштей өзіңе мүмкін, сен мақұл деді, өзің бірінші өзіңмен келісіп алдың да. Бізде на что я хочу обратить внимание, бізде қыздар былай жасайды, қазір ата-анам мені түсінеді, мен мұғалімдіктен қиналып жүргенімді сөйтеді, біреу келеді, қазір маған көмектеседі деген сияқты. Бір спасительді күтіп жүреді. Иә. И осы тұрғыда неге мен еңлік ұнайды да маған, айтып отырмын ғой, осы подкастқа дайындалардың алдында біз бірнеше күн жаңа сенің интервьюларыңды қарап, бұл қыздың басында қандай ой бар, неге ол бізге ұнайды, неге ол маған ұнайды. Өйткені еркіндік, мынандай сендегі еркіндік бар ғой, дух бар ғой, оно чувствуется, в музыке чувствуется. И бізге қызық болды да, оның артында, осы музыканың артында қандай адам бар, қандай көзқарас бар деген сияқты. Қыздарға осыны жеткізгім келеді да, адам өзі таңдап, ұлдарға да, неважно, біздің көрермендер жіктелі болады деп ойлаймын енді. Адам өзінің таңдаған саласына өзін итермесе, оны ешкім жетелемейді. Сен алға қадам жасадың, саған адамдар кездесе бастады. Жаңа Нұржан мысал үшін. Шешім қабылдағаннан кейін. Екеуің, Нұржан екеуің тандемдерің сразу көрінеді да. Жаңағыдай бір аптаның ішінде мысал үшін джингл жазып беру. И так в точку попасть, сөзбен де, музыкамен де. Бұл үлкен бір, мен үшін білмеймін, мен үшін бір сюрприз болды, бір сыйлық болды мен үшін. Мне понравилось, очень сильно понравилось. Сен осы уақытқа дейін Шизамен жұмыс істедің. Шизамен трек болды, иә? Тағы да кіммен болды сенде? Фиттар ма? Иә, фиттар. Шайқа деген өлең. Иә, Дюд бар оның ішінде, Делакур, қыздардан Рауана Манро үшеуміздің әніміз бар, достық туралы. Одан кейін Таспай,
көп негізі фиттер көп. Кіммен жалпы осындай бір фит жазуға ма сондай арманың бар? Арман? Иә, бір кіммен осы адаммен фит жазсам ғой деген сияқты. Ондай арман қатты жоқ екен. Негізі фит емес, қалай айтсам болады. Танысу шығар, мысалы. Бейонспен танысқым келеді. Просто. Фит келмейтін сияқты. Андай, если трезво қарасаң, жанры келу керек, немесе тағы басқа. Қатты ол қадалып тұрған жоқ, фит деп. Просто сөйлесіп, сол шығармашылық туралы сөйлескім келетін адам Бейонс шығар. Оның концертінде болмадың ба осы жолы? Болдың ба? Мен бардым. Қай жерде? Керемет. Гамбургте болды. Өте күшті әсер алдым. Бірақ ол осы соңғы альбомдағы әндерді айтты да, ескі әндерді бір-екеуін ғана. Содан кейін қатты шоу жасайтыны көрініп тұрды, бірақ кішкене душа дейді ғой, душевно қатты болмады ол концерт. Бірақ енді шоудың көкесі, спецэффекті, аспаннан атпен түсіп, киімі на ходу ауысып атты ғой төр. Сондай кезде өзіңді сәл деп биге жаздым содан кейін. Биге жаздым. Себебі мен де кейбір концерттерде ғана бишілермен шығып жүрдім, а жалғыз өзің выступать еткен кезде андай кішкене қарың ашатынын түсіндім. Өте деңгейі енді керемет. Тіпті ол шыққан кезде, ең бірінші шыққан кезде ауада бір иіс бірге шықты. Бірдеңе шашты ғой деймін. Арома маркетинг. Иә, сондай бірдеңе. Соны байқадым. Ол осылай қызыл көйлекпен осылай шығып жатқан кезде пс деді и прям андай бір духи сияқты бір иіс шықты. Соның өзіне қатты мән берген көрініп тұр. Бишілері сөз жоқ, керемет енді. Шоу, нағыз шоуды көрдім деп айтсам болады. Ана костюмдардың ауысуын солардың мен қарап отырдым, барған жоқ. Негізі мен үлкен концерттерге баруға қорқам. Андай мыжылып басылып қалам деп қорқам. Үлкен толпадан қорқам, соны екен ғой, бармайтыным да. Қызығып отырам. Сол Бейонстың күштілігі сонша, ол фанаттарына арнап автобус жолдаған. Белгілі бір көшелерде жүріп өтетін, қайтқан кезде сол автобуспен қайтуға болатындай. Логистика жағын. Ол да маркетинг. Автобустың сыртында өзінің суреті бар шығар, иә? Есімде жоқ, болмады ғой деймін. Вот это маркетинг, да, вот этот уровень маркетинга вот настолько. Енді арома маркетинг концертте бірінші рет естіп жатырмын ондайды. Керемет. Өзің концерт бергің келе ма? Иә, бергім келеді. Бірақ оған әлі репертуарға әндерді толықтыру керек деп ойлаймын. Тағы көбірек жазу керек. Сен қазір қандай тақырып мазалайды негізі? Уже енді белгілі әнші болдың Қазақстанда, ата-анаңмен қарым-қатынасың тамаша, күйеуге тидің, жолдасың бар. Қандай мәселе сені мазалайды? Ондай бар ма, сондай вопрос? Бізді қазір тыңдаған қыздар бар ғой, саған завидовать, бәрі күшті ойнады деген сияқты. Қазір мазалайтын сұрақ ол ары қарай қалай пайдалы бола аламын деген. Осы уақытқа дейін кеше ғана сол ой келді ойыма. Как будто мына әндерді шығарып жүргенім, шығармашылықпен айналысып жүргенім өзіме маған ұнаған үшін, маған бірдеңе келсе екен, осыны алсам ғой, мынаны бүйтсем ғой деген сияқты оймен жасаған сияқтымын да. Енді қыздарға, елге пайдалы болғым келеді, шынымен пайдалы болғым келеді. Ол, мен осындай ән жаздым, тыңдаңыздар, мотивация алыңыздар деген сияқты емес, шынымен бір белгілі бір үлкен қадамдар жасағым келеді. Міне, осылай істеп еді, осы нәрсе кішкене болсын өзгерді деген сияқты. Сол нәрсе қазір ішімде сондай нәрселер, ары қарай қалай тағы дамуым үшін тағы не істеуім керек деген ойлар мазалайды. Негізі саған қыздар не жазады? Инстаграмыңа, директқа сондай бір қорқыныш ойлары может бар тоже. Қорқыныш туралы жазған есімде жоқ, бірақ сол допты тыңдап өзімді, анамды барып құшақтадым деген сияқты. Немесе
мотивациям түскен кезде барып допты тыңдаймын деген сияқты сол нәрселерді көбірек жасадым. Мен допты тыңдаған кезде маған вау күшті дедім да, бірақ айтатын ғой жаңа біз 2-3 күннен бері жаңа сенің подкасттарыңды тыңдап неғып жатырмық қой, сен айттың ғой осы допты мамам көңіл күйі болмай тұрған кезде, сондай мамам кішкене қиналып жүрген кезде осыны жаздым деп сөйтіп не істеген кезде мен ол өлеңді уже басқаша естідім. Алдын билеп айтасың. Да. Уже анда бір что такое вот бір сондай бір дерзкий бір қыздың өлең сияқты да болды да, бірақ жаңағыны сен мама поддержка ретінде осылай жаздым деген кезде вообще басқаша естідім. Қалай деймін да, контексті түсінсең, бір кез келген шығармашылық ол басқаша ашылады. Саған қыздар жазбайды, мен де әнші болғым келеді, неден бастаймын дегендер бар ма? Жазады кейбір қыздар, болған ондай. Жауап беремін, осылай істе, шығара бер, қорықпай шығара бер. Кез келген әнге тыңдарман табылады. Осы дұрыс негізі. Біз Розаның хаттарын оқып үйреніп қалғанбыз ғой, мынандай хаттар жазсын. Сұрап жатырмын да, қандай, может сол жерде бір сұрақтарға ой келіп, осындай өлең жазсам екен деген жаңағы планың бар ма? Қандай негізі болашақта не жасайсың деген әңгіме ғой. Осы 24-ші жылы сенен не күтейік? Альбом, бірақ жылдың 2-ші жартысында деп отырмын альбомды. Мүмкін сол концерт болып қалады. Әлі нақты жазылған жоқ ол планымыз. Бірақ сондай ойлар бар негізі. Сол басқа ондай қатты айтып тұрмын ғой, мен жаңа этапқа өткеннен кейін енді тағы не істеу керек деген сияқты сондай сұрақтардың ізденісте жүрмін. Жаңалық ешқандай, жаңада бір ән шығарған шығарсың мүмкін, біз естімеген не бар? Бір ән жазып жатырмын, махаббат жайлы. Негізі махаббат жайлы мен кішкентай кезімнен жаңа мамам тәрбиесі деп ойлаймын. Жігітке махаббат жайлы немесе сезімдеріңді айту мен үшін бір андай позор ойлайтын. Қыз бала өзінің сезімдерін білдіруге ол. Мен айтамын ғой қыздарға, айта бер деп айтам. Мен ойлаймын андай шын айтамын, мен кішкентай кезімде солай ойлайтын. Қыз бала көрсетпеу керек өзін жақсы көргенін, айтпау керек деген сияқты. Сондықтан махаббат туралы ән жазу маған кішкене андай ішімді бір бүйтіп ақтарып көрсетіп, соны қойып қойған сияқты болып көрінеді да маған. Из зоны комфорта шығып жатсың ба? Сол үшін енді кішкене сезімдерімді суреттеп сөйтіп үйреніп жатырмын. Ол жолдасыңа арналған өлең болған? Прям жолдасыма арналған емес, бірақ махаббат жайлы сипаттау. 8 наурызға. Бұйырса үлгерсек, 8 наурызға шығады. Күтеміз сенің жаңа, бұл енді махаббат туралы алғашқы әңгіме болып тұр ғой. Негізі бірақ тауда дегенде екінші куплет кішкене махаббат туралы болған. Кішкене ғана. Көрінбес. Жақсы. Так, өлең туралы сұрадық. Болды қой да? Не айтамыз тағы? Там мы еще не забыли? Все спросили, да. Про планы спросили. На 24 возможно, концерт ждем. Может быть, с кем-то фиты планируются? Обговариваете уже или нет? Альбом. Видишь, она ничего не обговаривает. Вот андай бір қызық та, она вообще, да, еңілік бір жұмбақ адам да, вот жоқ, мен жай өзім өлең айтып жүрмін да, сосын менің адамдар өздері бүйтіп келіп жатыр, сен может іздеген шығарсың? Жоқ, іздеген жоқпын. Может былай бір саған жоқ, өзі кездесті, өзі сондай болды деп, өте андай байсалды адамсың да. Сен кішкентайсың өмірде да, егер көрермендер еңлікті өмірде көрсеңіздер, нәзік бір кішкентай ғанасындай қыз сияқты, бірақ та анау іштен андай не бар да, бір байсалдылық бар, андай үлкен адамдар бар, өмір көріп тастаған болды ғой. 40 жастағы. Өмір көріп тастағандай, несін уайымдайсың, бәрі жақсы, қорықпау керек деген сияқты. Сондай әңгімелер айтады. Главное, жасау керек қой деп. Жасау керек деген сияқты. Былай қарасаң, қазір көп сенің жасыңдағы қыздар түсінбеуі мүмкін да, үлкеннің әңгімесін, үлкеннің әңгімесін айтқанға ше, көбіне маған келетін сұрақтар, маған келетін қыздардың сұрақтарына қарайтын болсаң, андай өте көп переживание, уайым көп. Қарым-қатынас бойынша болсын, жұмыс бойынша болсын, түсінісу бойынша болсын, сондай бір уайымдар көп та, сен вообще ондай емессің да? Жоқ, менде де уайым өте көп.
бірақ қыздарға айтқым келеді, вот жас қыздарға, сізге жазатын, олардың бәрі бір 20-21 жастан басталатын шығар. Алдында көріп қалдым, сізге қандай жігіт таңдау керек деген сияқты. Ол туралы ойламау керек деп ойлаймын. Дұрыс. Иә, ойлау керек, оның уақыты келеді ойлайтын. 20-21 дейсің ба, оқы, жұмыс істе, ақша тап. Вот сіз айтқаныңызды мен де қыздарға айтқым келеді, пожалуйста, оқып үйрен, ақша тауып үйрен. Себебі сен дұрыс жігіт таңдасаң да, кейін сенің өмірің қалай болатынын сен білмейсің. Үйде отырам деген сияқты ондай ойды алып тастау керек. Даму, оқу деп ойлаймын. Егер дамымай, оқымай қалсаң, оның зардабын көретін тек сен. Басқалардың ештеңесі кетпейді. Қиналатын өзің. Сондықтан қандай күйеу таңдау керек, қандай жігіт таңдау керек деп жастайынан ойламау керек деп ойлаймын. Роза соған ашынады ғой. Бай деп мен бай деп. Иә, и бай жігітке ақшасы бар, жұмысы бар жігітке қалай тұрмысқа шығуға болады деген сияқты. Ондай сұрақтар болмау керек. Есі дұрыс қыздың басында болмау керек деп ойлаймын. Себебі жарайды шықтың өте күшті, білімді, ақшасы да бар күшті жігітке. Ол ертең білімі қалады ғой өзінде, бірақ ақшасынан айырылып қалуы мүмкін. Түк жоқ, істей алмай жатыр. Банкрот болды. Сол кезде сен не істейсің? Ауырып қалсаң не істейсің? Машина басып кетсе не істейсің? Енді олай жаман айтуға да болмайды, бірақ қыздар даму керек деп ойлаймын. Егер жастайыңнан сен өзіңе бос уақыт бермей, тек қана дамып, жұмыс істеп, сондай болатын болса, бір 30-35 жасыңда еркін, нағыз, қалған жеріңе барып, қалған еліңе барып жүре алатындай жағдайға жетесің деп ойлаймын. Сол үшін жігіт туралы ойлай бермеу керек деп ойлаймын. Менің айтқаны қатты, мен бүкіл эфирлерімді көретін сияқтысың деп ба? Жоқ, рас, мен екеуміздің ойымыз бірден айтып отырмын ғой, еңлік екеуміздің ойымыз бір жерден шығады, просто подход әртүрлі да. Бұл өлеңмен жеткізеді, жаңағыдай еркіндік, батылдық, достық, құндылық, осындай бір-біріңді сыйлау, бір-біріңнің жаңағыдай тіреспеу, көзқарасыңды сыйлау деген мәселеде өлеңмен жеткізеді. Мен эфирда ұрсып жеткіземін. Қазір мен көрермендерден таңғалып жатқан шығар, мен неге подкастта мына жерде бір әпәйбат болып отырмын деп жаңағындай. Әдемі тәте болып, жақсы болып ше. Қоя тұрыңдар, қазір басталады деген ба? Жоқ, енді әрине алғашқы шығарылым болғандықтан бізде қобалжып отырмын. Мен қобалжып отырмын, өзім қалай болады екен. Әселді қорқып отыр, Әселдің қорқынышы маған беріліп жатыр. Одан ше еңлік өте байсалды да. Спокойно да, и бір жағынан бар ғой, бір артық сұрақ қойып қалам ба деп еңлікке ше. Андай от души сөйлесек деп. Андай бір ренжітіп алатын сияқтысың ба? Сондай бір жағынан бар ғой, сондай бір қалай айтсам болады? Бір андай нәзіктігі де бар да, сондай байсалды болғанмен де бір өте нәзіктігі де бар. Мен айтып жатырмын ғой, мындай қызық ощущение да, сен өлеңдеріңді, клипіңді қараған кезде сен өзің нәзіксің, кішкентай әдемі қыздың да, бірақ текстарың, өлең, көз қарасың да бүйтіп қараған кезде камераға бүйтіп қорқып кетесің да, мына қазір маған ұрсады деген сияқты. Сондықтан диссонанс болады да адамдарда. Сен содан жаңа мен бастап едім ғой, жаңағы свежий воздух сияқты болып келдің да. Прям сен көрген кезде вау деп барлығымыз бір-бірімізге көрсетіп, осындай болғанбыз негізі. Сіздің кел балалар оқулықта да түстің ғой. Оны көріп вообще тамсандық. Ол жерде еще аутфитің күшті болып, мынандай бәрі ұнайды да, сен стилің, қалай өзіңді өзің ұстайсың. Соған бүйтіп қызығып отырмын қазір қарап. Негізі сол стиль жағынан, мен негізі стильға жауап бермеймін. Мен түсінбеймін қалай киіну керек, бір толстовкамен сым киіп алып жүре бере алам. Сіздер көріп жатқан әртіс, ол әртістің артында сондай үлкен команда болады да всегда. Сондықтан жаңағы стиль дедіңіз, музыканың да сондай күшті болуы, Нұржан бар, стильге жаңағы Ақбөпе біздің стилист бар. Сондықтан да бір картинка шығады да, сол образ еңлік деген. Ал өмірде негізі сол сіздер айтқандай мен осындаймын деп. Қарапайымдылығымен не қылады да.
сол айтып отырмын ғой жаңағыдай менің оқырмандарыма, жас қыздарға мен өте көп жас қыздар көреді. Әпкем деп не істейді. Күшті ғой ол. Иә. Күшті көрсінші, естісінші, түсінсінші. Соған сол алғашқы қонағымыз ретінде сені шақырдық, қыздарға мотивация болсын деп. Рол модел. Иә, рол модел, иә. Нағыз расында да қыздарға рол модел болсын деп мен қызығам. Осындай ақылмен, бір өзінің бір Байыппен. өз байыбымен өзің, у тебя есть вот своя скорость, по которой ты идешь. Асықпай, мысалы мен максималистпін, Әсел бізде екеуміз максималистпіз ғой. Біз бірдеңені армандайтын болсақ, біз стратегияны 5 жылға жазамыз ғой сразу. Оны есептеп, оны қаншаға сатамыз, оның бюджетін есептеп деген сияқты кез келген жобаны ойластырған кезде мен де максималистпін, Әсел де сондай да. И біз жаңағыда сен биылға не істейсің, сосын не істейсің деп сұрап жатырмық қой. Енді әлі жазылған жоқ, енді жазады, концерт болады деген кезде біз басымызға сыймайды ол деген сияқты да. Адамдардың бәрі амбициозный болу керек па деп қаласың, сөйтіп ойлайсың ғой, өзің сондай болғаннан кейін, Әсел сондай болғаннан кейін. Бірақ сен өзіңнің скоростың бар да, по которой вот хорошо идешь. Мне очень нравится. Айтып кетсем бола ма? Мен ойлаймын, енді сіздердің мақсаттарыңыз успех қой. Яғни өзіңізді в тонусе сезіну әрдайым. Мен бақытты болғым келеді. Яғни барлық жағынан әке-шешеммен күшті қарым-қатынас, күйеуіммен күшті қарым-қатынас, күйеуімнің туысқандарымен деген сияқты. Сол нәрсені ұстап қалғым келеді да. Сондықтан да қазір осылай баяу келе жатқаным да сондықтан шығар деп ойлаймын. Негізі дұрыс, баланс қой ол. Класс. Бізде баланс жоқ негізі. Біз Роза қонаққа шақырған кезде ет жеп болып, бір кезде жұмыс туралы сөйлесіп кеткен соң ғой. Жігіттеріміздің бәрі телефонға кіріп, қарап отырды бір сағаттай. Ұмытып кете бересің да, сен жұмысты ойлап кеткен кезде. Релакс тайм отдельно болу керек, жаңағы жұмыс уақыты отдельно болу керек дегенді ұмытып кетесің. Сондықтан саған наоборот қызығып қарап отырғанымыз осындай баланс. Сен көрініп тұр да, просто сенен спокойная вообще бүкіл жаңа кім айтты ғой, Роза айтты, байсалдылығың прям бізге беріліп жатыр да, негізі қобалжып бүйтіп отырып ек, спокойно уже. Иә. И сразу уже ауырасы бар да өзінің. Рахмет, еңлік. Сіздерге рахмет. Мен ойлаймын, бүгін сені басқаша жағынан көрсеткіміз келді. Жай ғана қарапайым қазақтың қызы, бірақ үлкен шығармашылық жобалар жасап жүрген, біреулердің басына кірмейтін жобалар жасап жүрген, мысалы үшін осындай фиттар болсын, жалпы өзінің таңдаған жанрының өзі ерекше жанр ғой. Сондай нәрсені жасап жүрген, осындай еңлік деген брендтің артында қарапайым қазақтың қызы, өзінің жарының сүйіктісі, ата-анасының сүйікті қызы, ерке қызы болып осындай қызды көрсеткіміз келді. Білмеймін, көрермендер жаза кетер осы жерде. У нас получилось, не получилось, қалай қолымыздан келді ма, келмеді ма, еңлікті басқа шақырынан көрсетуге. Рахмет келгеніңе. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Үлкен табыс, жетістіктер. Енді біз айта береміз жетістік деп, білмеймін. Өзің қалаған мақсаттарыңа жетуіңе, осы өз байыңды жетуіңе саған тілейміз. Рахмет. Сосын біздің джингл бір күшті трек болып кетсе екен осы жылы альбомыңа кіріп, соған Нұржаннан сұрадық қой, давайте сразу келісе алайық, осы джингл бастаймыз, бірақ трек болып кетсін, иә деп. Иә, болады деді ғой. Болады деп, иә. Әрине, осы джинглдан ары қарай трек толыққанда өлең шығып жатса, қуанамыз. Сол, осындай біздің подкастқа, біздің подкастымыздың бұл да бір негізін қалау, ол бір авторствосы. Сондықтан да біздің ортамызға осылай қосылып, осындай біздің жобамызға қатысың болған үлкен рахмет. Сіздерге Біз рахмет. қуаныштымыз. Сыйлық. Біздің партнерларымыздан осы подкастты түсіруге көмектескен Waffle деген компаниядан тәттілері ұнайтын шығар деп ойлаймын, Нұржанға да, жолдасыңа да. Иә, бұл Waffle өте дәмді отбасылық тәттілер, достардың туған туға, жақындардың туған туға. Бізде мерч қайда? Иә. Алып кел. Тами? Біреу ма? Жоқ, біреу Нұржанға. Мы думали, вы вместе придете. Солай ойлады шынында. Біреу өзіңе, біреуі Нұржанға. Бұл біздің не ғой? Футболка ғой. Рахмет. Көзқарас подкастымыздың. Рахмет келгеніңе тағы да осындай жақсы жобаларда кездесейік. Рахмет, еңлік, танысқаныма Мен де қуаныштымын. қуаныштымын. әр
әртүрлі көзқарас, адамға болма қас, бостандық үшін сен сана.